Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Б1 орта деңгей. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып шығайық. Мінезі жаман, жәшік, ұрысу, жанжалдасу, шеге, тақтай, түсінікті, суыру, кірбің. Сөздермен танысып шықтық. Оқылым бөлігіне көшеміз. Оқылым бөлігі шегенің ізі. Мәтінді мұқият оқып танысып шығыңыздар. Мәтін соңында тапсырма орындайсыздар. Мәтінмен танысып шықсаңыздар, тапсырмаға көшеміз. Бірінші тапсырма: мәтінге сәйкес дұрыс және қате сөйлемдерді белгілеп шығыңыздар. Екінші тапсырма: сөйлемдерді мәтін мазмұнына қарай ретпен орналастырып шығыңыздар. Тапсырманы орындап болса, тексереміз. Келесі тапсырма: грамматикалық бөлім. Сұрау есімдігі. Сұрау есімдігінің сұрақтары: кім, не, қандай, қалай, қай, қайда, неше, қанша, қашан, қайсы, нешеу, нешінші. Есімдіктер заттың атын, сынын, санын білдірмейді, бірақ солардың орнына жұмсалады. Есімдіктер белгілі бір түсінікті немесе ойды жалпылама түрде мегзеу арқылы білдіреді. Мысалы, сен қашан келесің? Мені қайдан көрдің? Хатты кімнен алдың? Сұрау есімдігін бекіту мақсатында тапсырма жұмысын орындаймыз. Бірінші тапсырма: сөйлемдерді сұраулы есімдіктермен толықтырыңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, тексеріп шығайық. Келесі тапсырма: суреттерді қолданып сюжетті мәтін жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.